қаталасып бердік. Менің қатынымды мына кісі менің қатыным деп тұр. Қазеке, бұл қатын менің қатыным. Қатынмен сөйлесіп уақыт кетірмейін. Оны мұнда қалдырыңдар, өздерің сыртта күт. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Шағымдарыңды айт. Мен бұл майшыдан май сатып алып, ақшасын беруге қолымды қалтадан шығарып едім. Майшы ақшаның бәрін тартып аламын деп қолымнан бас салды. Сол ұстаған қалдынан ақшаны алмаған соң маған бәле саламын деп сізге келді. Оның сөзі өтірік, Қазеке. Бұл қасапшы менен май сатуға келген соң бір бақыраш майын құйып бердім. Содан кейін бір алтын аяқ берейін деген соң аяқ бер деп қалтамдағы дорбасымен ақшаны шығарып едім. Ала қаша жөнелді. Сол кезде қолынан ұстап алып, сіздің алдыңызға келтірдім. Жағдай қиын екен. Ендеше оны осында қалдырыңдар. Оны қалай қалдырам, Қазеке? Жауабын өзім біраздан кейін айтамын. Жарайт, Қазеке. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Қазеке-ау, мен атыммен қалаға келе жатыр едім. Жол жөнекей мынау базарда тұрған тіленшіні көріп қалдым. Қайыр сұрап отыр екен. Содан қалтамнан қайырымды беріп жүре берейін деп едім. Етегімнен басталып жібермей қойды. Неге жібермейсің? Қайырымды бердім ғой десем, қайыр қылғаны рас, тағы да бір қайыр жаса. Мені мынау базардан алып кет. Малға, атқа, түйенің астында қалып қаламын деп қорқып отырмын. Орам ортасына апарып сал дегеннен кейін. Атыма мінгестіріп алып келіп едім. Содан баратын жерге жеткеннен кейін тіленшіге ол аттан түс, мұны орам ортасына жеттік десем, мен түспеймін, түссең өзің түспейді. Неге мен түсемін? Бұл менің атым ғой десем, бұл тіленші менің атым деп маған жала жауып отыр. Бір әділдігіңді жасап, шешіп бер мәселемізді. Қазеке-ау. Бұның сөзі өтірік. Мен атыма мініп қалаға келе жатыр едім, көпес жолда отыр екен. Атыма мінгізіп қалаға апарып салуымды өтінді. Содан кейін мен атыма отырғызып қалаға алып келгеннен кейін енді аттан түс десем, көпес аттан түспейді. Тіпті сол атты өзіңнің атым деп әуре қылып жүр. Қазеке, өзіңіз бір әділ шешім айтыңыз. Ендеше ат шынында сол сенікі болса, тіленші табар ма едің? 20 жылқының арасында. Табармын. Сенші көпес? Табамын, Қазеке-ау, қадимі ғой бауымды. Артынан еріңдер. Молда мен мұжық бер жақындаңдар. Қатындап кел. Қатын молданыкі, молданы шығарып сал. Ал, мына мұжыққа 50 дүрі. Ойбай! Қасапшы мен майшы бері шық. Қазекең әділ шешім шығарды деп үміттенемін. Дұрысын шығар. Ақша қасапшынке. Болсын. Ал, мына майшыға 50 дүре соқ. Солай болғаны. Ат көпес сенікі. Ал, мына қайыршыға 50 дүре соғыңдар. Ал,
Azekeu, terözünüzге razımın. Қатынның молданық екенін, ақшаның көпестік екенін, аттың менікен екенін қайдан білдіңіз? Жайға сенде шайтай. Қатынға бір сақтаяққа қара сия құйып қойын тапсырған. Ол оны тап түйнақтай етіп жуып, сосын қара сиясын құйып қойыпты. Одан молданық екенін байқадым. Ал ақшаны қасапшының екенін бір кесе суға ақшаны салып қойып тапсырды. Сонда майшының ақшасы болса, майы судың бетіне қалқып шығар еді. Содан қасапшының екенін білдім. Ал енді сендердікін табу болды. Сен таныған атты жаңағы қайыршы да таныды. Бірақ маған сендердің танығандарың емес, аттың танығаны қызық еді. Ат сен жақындай бергенде кісінепті, ал қайыршы жақындағанда аяғын тартыпты. Содан аттың кімдік екенін тапқан болатынмын. Ал разысың ба мұныма көпес? Азекeu, мен көпес емеспін. Алжир қаласындағы Бабақас деген патшасы мен боламын. Осы бір дауды шешетін данышпан қазы бар дегенін естіп келіп отыр едім. Қазылығыңызға өте язымын. Ойындағыдай болдыңыз. Маған айтар бір сұранысыңыз бар меді? Ай, уәжім жоқ патшам. Сіздің бір ауыз мақтау сөзіңіздің өзі бізге сый болады. Жүріңіз ендеше сыйлы қонағымыз болып кетіңіз.